Баршаға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Майкерім. Қазір сіздерге красный бархаттың пирожныйның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және қасындағы қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, бір жасағынан ақ әдемі шығады. Дәл осындай жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сармай мен қантты миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң 3 жұмыртқаны саламыз. Кейіннен бұны да жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай болып, барлығы жақсылап араласуы керек. Жақсылап араластырып алған соң, енді құрғақ заттарды біріктіреміз. Бұл жерде ұн, 1 ас қасық какао және 1,5 шай қасық қопсытқыш және 1 шай қасық сода. Енді өзімізге қажетті айранға тортқа арналған бояуды қосамыз. Қызыл бояуымызды. Мен осындай бояуды қолданамын. Жаңағы дайындап алған қоспамызға осы айранды құйып, және сұйық майды құямыз. Енді барлығын жақсылап бірдей қылып миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарымызды саламыз. Бұны 2-3 бөлікке бөліп, дәл осылай елікте міндетті түрде өткізіп аламыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Жақсылап бірдей болып барлығы араласуы керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште мен 180 градуста пісіріп алдым. Өте тез піседі, жұқа болғандықтан дәл осылай көз мөлшерімен өздеріңізге қажетті қамырын құйып алып, осылай жаясыздар, жұқа қылып, міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеу керек, әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Корждар пісіп дайын болды. Коржды пергаменттен суыған соң ажыратып алыңыздар, әйтпесем бөлініп кетуі мүмкін. Енді кремін дайындаймыз. Мен бұл жерде тек сливки мен сахарный пудраны ғана қостым. Және сіздер бұл жерде творожный сырды да қосып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте әдемі шығады. Оның құрамының барлығын осы видеоның астына описаниеге міндетті түрде жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дәл осылай араластырған кезде қою болу керек, осылай түспейтіндей болып. Дәл осындай корждан 4 штук шықты. Енді арасына дайын болған кремдеріміз жағып шығамыз. Ең астына мен жылжып кетпес үшін кремді жағып алдым. Дәл осы видеодағыдай өздеріңіз көз мөлшерімен осылай кремін жаға бересіздер. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қылып жағасыздар. Шет-шетін бірдей қылып мен кесіп алдым.
Енді әрине бетімнің сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады, өз қалауларыңыз. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікірлеріңізді видеоның астына жаза кетіңіздер, және менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.